Мемлекеттік қызмет атқару, қоғам мен мемлекет тарапынан ерекше сенім білдіру, ел болашағы үшін стратегиялық шешім қабылдау мүмкіндігі. Кез келген мемлекеттің болашағы өскелең ұрпақпен тікелей байланысты. Құрметті жас, сен білімің мен қарым-қабілетің арқылы еліміздің дамуына үлес қосқың келе ме? Сен адал әрі патриот болсаң, онда мемлекеттік қызметке кел. Мемлекеттік қызметке кіру ашық әрі қолжетімді. Мемлекеттік қызметке іріктеу 3 сатыдан тұрады. Бірінші, мемлекеттік тіл мен заңнаманы білуге арналған тест. Екінші, жеке қасиеттерін бағалау. Үшінші, әңгімелесу кезеңі. Тестті тапсыру үшін алдымен egov.kz порталы арқылы тіркеліп, қолға алуың керек. Сосын тестілеу орталығынан тестті тапсырасың. Оң нәтижеге қол жеткізсең, бос лауазымдарға үміткер ретінде конкурсқа қатыса аласың. Бос лауазымдарға конкурстар туралы ақпаратты қызмет.gov.kz ресми сайтынан білуге болады. Конкурстың әңгімелесу қорытындысымен оң нәтиже алсаң, мемлекеттік қызметші атанасың. Отаныңа, халқыңа қызмет еткің келсе, біздің қатарымызға қосыл. Мемлекеттік қызмет – бұл кәсібилік, сенімді болашақ.